Assalamu алейкум, Асхабу Суффа каналына қош келдіңіз. Біз бүгінгі видеода ауырғанда оқылатын аяттар мен дұғаларды оқып үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Белгілі бір техника бұзылса, оның нұсқама қағазына көз жүгіртеміз емес пе? Сол секілді, адам ауырса, оның нұсқамасы болған Құранға жүгінеміз. Құраннан мүміндерге шипа және рахым түсіреміз деген Құранның аяты оған дәлел болады. Олай болса, ауруға шипа болатын Құран сүрелері мен Алланың елшісі үйреткен дұғалармен танысайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір дерттің дауасы бар. Егер дерттің дауасы дөп түссе, науқас адам Алла тағаланың рұқсатымен сауығады деп айтқан. Яғни, Алла жаратқан әрбір сырқаттың шипасы бар. Және дауа беруші де әш-шафи болған Алла тағала. Шипа аяттары мен дұғаларын оқудың шарттары бар. Бірінші, Алла тағаланың сөзі және оның есімдері мен сипаттары қолданылу қажет. Екінші, араб тілінде болғаны дұрыс, және оқып жатқан адам оның мағынасын білген абзал. Үшінші, шипаны бір Алланың беретіндігіне, ал аяттардың тек себеп қана екендігін жүрекке бекіту керек. Дем салудың түр-түрі бар. Соның бірі дұға оқу арқылы дем салу. Анас радиаллаху анху бірде ол Сәбитке радиаллаху анху саған Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның ауырған адамға оқитын дұғасын оқиын ба деп сұрады. Ол әрине деді. Сонда Анас, я Алла, адамдардың Раббысы, кеселдерді кетіруші, сауықтыр, сен шипагерсің, сенің шипаңнан басқа шипа жоқ, бұдан кейін ауру қалмайтындай сауықтыр деді. Суға дем салу. Науқас адам Құран аяттарын суға оқып, түкірігін шашыратпай сүфлейді. Кейін судың біразын ішіп, қалған бөлігімен денесін ысқылайды. Әбу Дауд Хасан иснадпен жеткізген хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Сәбит ибн Қайс деген сахабаға суға дем салып, үстіне құйғандығы айтылған. Сондай-ақ дәл осы аяттар мен дұғаларды зәйтүн майына оқып, назарланған адамның денесін сүртсе, немесе зәмзәм суына дем салып, науқасқа ішкізсе де болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зәмзәм суы қандай мақсатта ішсең, сол мақсатта пайдалы деген. Ал Ибн Аббастан жеткен келесі хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам зәмзәм тойымды тамақ әрі ауруға шипа деген. Адамның өз-өзіне дем салуы. Науқасқа дем салудың келесі түрі Құран аяттарын және шипа дұғаларын оқу барысында науқас ауырған жерге қолын қойып отырады, немесе алақанмен уқалайды. Осман ибн Әби әл-Әс бір күні пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам, я Алланың елшісі, менің ауруым қатты дегені соншалық мен өліп кететін сияқтымын дегенде, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ауырған жеріне қолыңды қойда 7 рет мені мазалаған жамандықтың кесірінен Алланың құдіреті мен күшіне сыйынамын деп айт деген. Құрандағы шипа аяттары. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ер адамның өз отбасына ауырған кездерінде дем салуы. Айшадан радиаллаху анха Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам біреуіміз ауырсақ, оны оң қолымен сипап, Аллахумма роббан наси музхибал бәси ишфи анта шафи ла шафия илля анта шифаан ла юғадиру сақаман. Қазақша мағынасы: уа адамзаттың Раббысы, қиындықты жоюшы, дерттерге шипа беруші, өзіңнен басқа шипа беруші жоқ. Ауру сырқат түгілі, аурудың ізі де қалмайтындай шипа бере көр.